Көрнекті жазушы, тарихшы, этнограф, фольклоршы Зейнолла Сәнік. Сергелдең романы. Үшінші тарау. Сергелдеңге түскен үш жетімнің осы қыста тапқан ең үлкен пайдасы ханзу тіліне де, ұйғыр тіліне де едәуір жаттығып қалды. Соның арқасында олар жол бойындағы әредік асханалардан азық тауып жеп, ақырын сусып отырды. Ара-тұра жолаушы, жүк тасыған арбакештерге зық болады. Міне бұлар енді мынау екі арбакештің соңына түсті. Түстері суық, етіктеріне салағұлаш пышақ тығып алып, қанын ішіне тартып отырған екі арбакеш бұларды маңына жолатар емес. Бірақ басқан жүгі мол, ет, нан дегеннің шеті жылтыңдап, мені қашан жейсің дегендей көзін қызартып, ауыздарының суын суалтып барады. Күн райы бұзылып, аспанның қазбауыр қара бұлттары тұтасып, жер бетіне қарай төніп келеді. Сәлден соң сылбырап жауын жауып, айналаны боз тұман басты. Соңына түскен үш сорлы, «Я сәт, тұман қоюлай түссе екен» деп Құдайдан сон тілеп келеді. Арбакештер сулығын бүркеніп, бүрісе қалды. Бәлкім, ұйқыға кеткен тәрізді, арбаның жанына барған Әлкенбайды сезген де жоқ. Міне бірінші дорбаны алып, жол шетіне лақтырды, білген жоқ. Азырақ ұзасын дегендей оймен тағы жүріңкіреді. Әлкенбай енді арбаның артына асылды, ет салынған дорбаны алып, жол шетіне лақтырып ет, түскен жерінде қаңылтыр жатқан болса керек, даңғыр ете түсті. Арбакеш бишігін алып тұра ұмтылды. Әлкенбай тұра кеп қашты. Арттағы екеу тығыла қалды. Арбаңдаған арбакеш тайғұлындай шапқылап өскен жас балаға жете алмады. Бала лезде әудем жерге барып үлгерді. Арбакеш апыл-ғұпыл қайтып келді, арбадағы атын босатып алып қуа жөнелді. Артынан Төлебай да жүгірді. Әлкенбай ұтылап қашып бір сәт арбакешті діңкелетсе де, Борбай қысқа байғұс сәлден соң адымын жаза алмай, ілгерінді кейінді кетіп сенделіктей берді. Енді қолға түстім-ау деп үміт үзіле бергенде, қуып келе жатқан саудагер баж етіп аттан құлап түсті. Айнала тұман, кімнің қайда екенін біліп болмайды. Бір тәуірі Төлебайлар ысқырықпен сөйлесетін тіл жасап алған, соларын іске салып жүріп, ақыры аман есен әрең табысты. Әйтеуір бір дорба нан, бір дорба етке бәшке ие болып, жол бойында қалған екен, кешке таяу оны тапты. Жолдан аулақ даланың бір қабақты жерін паналап, түні бойы сол жерде болды. Әтей жолға арнап алған майлы нан, шекілі пысылы ет, көктемгі аңызғақ, сонадай сорып қарны әбден ашқан байғұстар осыларды қаужақ-қужақ қып бір жырғап қалды. Ой, әлгі мен қуған арбакеш лақша бақырып барып құлап түсті ғой. Не болдыған, деді Әлкенбай тамақтанып отырып. Мені атып жібердім, деді Төлебай. А, немен деп? Бөшкемен Әлкенбай оған таңдыны қарады. Мынау мен деп, Төлебай мойындағы ырғай садағын, беліндегі шүберек қорамсағы мен жыңғылдың жас шыбығынан жасаған оқтарын көрсетті. Алдымнан өте бергенде, желікеден көздеп едім, бәлемді жалманынан түсірді. Бәшке садақты оқты қолын алып көріп, оның шымырлығына, қаттылығына және осындай қарулы жасап, мынандай қысылтаяңда пайдасын көрсетіп отырғанына қарап, өз балаларына өзі қайран қалды. Ойпырмай балаларым-ай, мына түрлеріңмен өсе келе қарақшы болып кетесіңдер ғой. Өзі әлгі немені өлтіріп кетті ғой деймін, дыбыс шықпай қалды ғой. Өлсе ома қапсын. Тілегені қарнына, оның іздегені сол. Мұны қашан жасаған едің? Қысты күні сиыр бағып жүргенде, мұны мен талай кекілік, талай қоян аттым. Әлгі жаңғодай құс етін, қоян етін өте жақсы көреді екен. Мен ол жал келген күні бар мәзірін алдыма қойып, балаша қуанатын деп, ол садағына сүйсіне қарап, бір сипап қойды. Я, жаңғодайың жақсы адам екен. Сол болмаса біз әлгі сарттың торына түсіп ақ кететін едік. Олай болғанда мына садақпен-ақ жазасын берер едім. Ой, бұл қарғам-ау, мұның неге жарар? Бүгін көрмедіңіз бе?
Арба кешті құлатқан садақ, оны құлата алмай ма? Бала шағасымен қосып, тәйт көпір. Бәшке баласына секіп тастады. Төлебай үнсіз төмен қарай берді. Қарғаларым, деді сәлден соң, Бәшке көңілін алып қалды ма дегендей Рай мен Төлебайдың басын сипап отырып. Жат елде, жат жерде қаңып жүрміз. Мені қойш, сендер тірі болсаңдар, бір жерге тепкілеп көмерсіңдер. Бір пәлеге ұшырап кетеме деп, екеуіңе көп алаңдайым. Соны ойлағанда түнде ұйқым шайдай ашылады. Аш жүр, тыныш жүр деген. Адамдар андататын қаруды алмай жүрсек болар еді. Оныңыз жөн ғой ата, деді Төлебай мұңайыңқы пішінде. Өз елімізде ойнап күліп жүрсек, мұндай қарудың бізге қажеті не? Сол жат ел, жат жерде жүргеніміз үшін бізге қару керек. Алда-жалда жанға қауіп төнетін күндер туса, мысалы бағанағыдай жағдай туса, сізге қару ес болады. Базарлы жерден нәрсе сатып алатын дашан деген теңге ақша болады екен. Сонан Жанғоди маған бір уысын берген. Мына сарттардың әрбірінде бірден пышақ болады екен. Қару деген сол. Жолдан бір пәле кезігіп қалама деп, шөмізге үшеуін алмақпын. Бұл жан үшін, өз амандығымыз үшін, тағдан тасалану үшін. Бәшке баласының айтқанына мойынсал болып, болымсыз басын изеді. Бір ойдан онысы да жөн сияқты. Әйтеуір жатсаң да, жастығыңды ала жатасың ғой. Бірақ баласының бір қыстақ осындай ойламға жеткеніне, әсіресе қанның қарайып, адам өлтіруден тайынбайтын дәрежеге жеткеніне ақылы қайран. Адамға бар жамандықты сол бір жоқшылық, жатшылық істетеді екен-ау. Басқалар істегенді мен неге істемеймін? Өз маған қандай амал қолданса, сондай амалды өзіне қолдануға мен де әзірмін деген рақымсыз дүниенің қатыгездігін бала да болса жаны сезген тәрізді деп ойлады ол. Әбдікерім байдың үйінен қашып шыққан күні атқа ішпек қып салып алған шағын екі бөлек киіз бұларға жайлы төсеніш болды. Әйтеуір қайда түнесе де астыларына қабаттап салып киімшең қисая кетеді. Жамбастан суық өтпеген соң өз үйі өлең төсегінде жатқандай-ақ қунап түрегеледі. Ен жерде тағы хайуандардың жеміне айналып қалмалық деп секем алған бұлар, ар-бері автомобиль, арба және басқа аттылы жаяулы жолаушылар аяғы үзілмей шұбап жататын күре жолға жақындап келіп түнеп жүрді. Бүгін де сондай. Кедейдің бір тойғаны шала байығаны дегендей, тұманды күннен пайдаланып тапқан табыстарына көңілдені тойынған бұлар күндегідей ұйқыға кетті. Бірақ бір ұйықтап оянса, Бәшкенің шек бауыры бүріп әкетіп бара жатыр екен. Тәтті ұйқыда жатқан екі баланың мазасын алмайын деген оймен бір сәт тақат қып шыдамдылық етті. Сәлден соң ары-бері дөңбекшіп, байыздап жата алмағандығын білген балалар да оянып кетті. Не болды ата? Тынышсызданып жатырсыз ғой, деді олар абыржи тіл қатып. Ішім бүріп әкетіп барады. Япырмай, суық тигізіп алған екенсіз ғой. Кім біледі? Өзім өз болғалы ауырып көрмеп едім. Ен далада жүргенде аурудан аулақ болғанымыз жөн еді-ау. Бәрі де осы денсаулықтың арқасы еді, қарқаларым. Бәшке мұңайыңқы пішінде балаларына сүйене берді. Іші бебеулетіп, жан шығарып барады. Бірде ары, бірде бері жаталақшып, тұла бойын суық тер басып кетті. Төлебай оның денесіне қолын тығып көріп еді, лапылдап жанып тұр екен. Ойбай ата, ыстығыңыз өрлеп кеткен екен ғой, енді қайттік. Алқымға суық орамал басса жөн болар еді, оған су жоқ қой. Бағана тамақты сусыз құрғақ жедік. Бұл кәдік содан келді ме екен деймін. Бәлкім солай да болар. Қаңғырғым түтеп шөл әкетіп барады. Қой, біз отырмалық, деді Төлебай орнынан атып тұрып. Апам жарықтық, іш ауырғанға орамалға орап күл басатын. Біз от жағып, мына бақырға топырақ қуырып, құрсаққа соны басалық. Бұлар дереу от жағып, өздерінше ем-дом жасады. Құдай қуат бергенде сәт түсіп, оның пайдасы тигендей болды.
Шек бауырдың бүргені сәл толастап, Бәшкенің жаны терезе табайын деді. Бірақ ерні тобарсып, тамағы қаңсып, шөл шыдатпай барады. Ай, әттең, бір жұтым судың зарының өткені ай деп, Бәшке қатты қиналып, әлсін-әлсін жұтына берді. Ата, біз су ізделік деді Төлебайдың да дегбірі кетіп. Қарағым-ау, қайдан іздейсіңдер? Біз өзіміздің қай мөлшерге келгенімізді білмейміз. Осы шығыс жақта Анжықай деген өзен болушы еді. Ох, дүние-ай, оған қаншалық жер қалды екен? Ендеше Әлкенбай екеуміз кеттік соған. Ай, қарғаларым, біз айырылмасақ болатын еді. Жортқанға жерге мөлінеді деген ата, біз бұлай таман барып келелік. Бәшке басын шайқады. Бір темеге ұрынып кетер ме екенсіңдер? Жоқ, қазір ғана қайтып келеміз. Өткендегі сойылған қарынды алып алайық. Түн ортасы болып қалған шақ еді. Екі бала зыр жүгіріп, ұшы қиыры жоқ кең даланың ағар-ағарын, шұқанақ-шұқанағын қоймай арылтып, шығысқа қарай тартып келеді. Өзен атаулы, су атаулы, ныспыға табылатын емес. Әттең, бір жұтым суай деген атасының аңсамалы үні әлі құлақтарында. Қолы-қолына, аяқ-аяғына тимей шапқылап келеді. Өздері әбден шаршап, діңкеледі. Судан үміттерін үзді. Қой, енді қайталық, деді Төлебай інісіне. Біз бүйтіп жүргенде атам көз жұмып кетпесін. Әйтеуір жанында болсақ, ол сізге солда медеу ғой. Мақұл, қайталық. Үлкен жолмен жүрейік. Берсе жүргіншілерден азырақ су сұрап аламыз. Бұлар сол беті жол бойлап артына қайтты. Шығыстан таң сызылып, бозамық тартып келеді. Ары бері өткен пенде жоқ. Сол беті тағы бір қауым жер жүрді. Міне бұлардың алдынан бір автомобильдің қарасы көрінді. Адамдардың дабырлаған дауыс естіледі. Есет. Я, Құдай деп, жүрістерін жеделдетіп, жақындап келіп, бас бағып сығалай қарады. Екі адам кабинадан түсіп, үлкен күбіден бір темір шелекке су құйды. Онан соң оны автомобильдің бауырындағы тағы бір ыдысқа қотарды. Анық көрініп тұр. Әттең, сол судан бір қарын су алсақ, жақсақ болар еді-ау деп, олар жақындап, автомобильге келді. Екі адам кабинаға қайта шықты. Балалардың автомобильдің жанына келгенін сезгенінде жоқ. Төлебай дереу машинаның бауырындағы ыдыстың аузын ашпақ болып еді, аша алмады. Абыржып тұрған адам дереу жерден бір тасты алып, қақпақты астынан жоғары қарай ақырын ұрып көрді. Тіпті ашылмаған соң тақылдатып жіберіп еді. Шофер сезіп қалып, кабинаның терезінен қарап жіберіп, қарғып түсті. Бар ес-дерті су алуда отырған екі баланы желкеден алып дырылдатқан бетінде автомобильдің астынан суырып шығарып, «Зиуазы, зиуаз!» деп айғай салды. Автомобильде бір топ ханзу әскері отырыпты. Мұздай қаруланған көп әскер «Ұры, деп айғай салған әлгі дауысқа елең етіп, автомобильден қарғып түсті. Олар екі баланы теріше сүйретіп апарып, автомобильге алып шықты да, қол аяғын тырыстырып байлап, әйшеға қараған да жоқ, зуылдатып шығысқа қарай тарта жөнелді. Жылап еңіреп, бұлар автомобильде кетті. Арсы күрсі боп, қара жердің қабырғасын түйгіштеп, Бәшке сонау далада қалды.